Жалынды сәлем, Шавкат Рахмоновтың қатысуымен өтетін UFC 296 турнирінің соңғы дайындық аптасы ең қызуда. Соңғы жаңалықтарға шолу жасайық. Бұл апта турнирге қатысатын бәйгелерге ең маңызды күндер. Өздерінің физикалық және тактикалық дайындықтарын аяқтап бүкіл ойларын Весогонкаға арнайды. Ал UFC өз жағынан турнирға көрермендер арасында қызушылықты көбейту үшін арнайы медиа рубрикалар көрсетеді. Оның біреуі UFC Embedded. Ол жерде турнир қатысушылары өздерінің соңғы дайындықтарын қалай өтетінін көрсетіп, қарсылас туралы не ойлайтынын айтады. Мысалы, соңғы UFC Embedded серияларында Шавкаттың қарсыласы Томпсон қалай дайындалып жатқанын көрсетіп, өзінің жасына қарамай әлі де чемпион болуға сенетінін айтып жатыр. Оның жасы 40-қа келіп қалған. UFC Евразия каналында Рахмоновтың UFC-да жасаған бүкіл фиништер жинағы көрсетілген, және де Томпсон екеуінің жекпе-жегіне арнайы обратный отчет атаулы әдемі промо жарияланған. Айтарлықтай, турнирға 2 күн қалғанда үлкен медиа күн өткізіледі. Онда турнир бәйгелері ең қызықты сұрақтарға жауап беріп, face-to-face жасайды. Өткізіп алмаңыздар. Ескерте кетейін, турнирдің өзі 17 желтоқсан сағат таңғы 9-дарында басталады. Осы наурыз айында Рахмонов өзінің салмағындағы Дональд Трамптың ең сүйікті UFC байытысы Колби Ковингтонға вызов жасап еді. Ал жанкүйерлер болса Ковингтонның инстаграмын 10 мыңнан астам қазақ туымен комментариялармен толтырып тастапты. Бұл әрине қазақстандықтың мықты қолдау көрсетуінің белгісі. Осы келе жатқан UFC турнирында Колби Леон Эдвардс чемпионмен жекпе-жекке шығады, және жеңіске жетсе, әрине қазақстандықпен октагонда кездесуі мүмкін. Ресейдің ММА саласында белсенді фигурасы Камиль Гаджиев, Макаев пен Арман Циркунян болашақ UFC чемпиондары деп болжамдады. Ал Ислам Махачев болса, салмақ қосып Шавкаттың весовой категориясына өту керегін айтты. Ол жерде оған UFC чемпиондық деңгейде титульный бой беретінін ескертті. Сонда Махачев кезінде Конор Макгрегор сияқты екі весовойдың бір мезетте чемпион болуы мүмкін. Ол әрине чемпиондар арасында да тарихта қалатын жетістік. Сондықтан да Исламға карьерасын сол бағытта жалғастыруға ұсынысты. Ислам Махачев шынында да солай жасайтын болса, бұл полусредний весовой категориясын қатты тоқтатып жібереді. Бірақ бір жағынан бұл салмаққа көбірек жанкүйерлер жинайды. Осы выпуск қазақ тілінде ұнаса, лайк пен комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар, және де бәріне сәттілік.